Ағызыл Ақтаудың теңізі әдемі да? Әдемі. Бір қайық болса, мына теңізде қайықпен жүрмегесін, демалып. Идея? Давай өзім жасайық. Қайықты ма? Немен жасаймыз оны? Бәріңе сәлем достар, бұл ойшыл каналы. Менің есімім Нұрбек және де Ақжол. Бұл видеода біз өз қолымызбен баклажкеден қайық жасайтын боламыз. Сонымен кеттік. Карманға түсіп қалмайды. Достар, мына чувствоны айтып жеткізу деген. Біз өзімізге керекті баклажкелердің санын таптық. Бұл жерде примерно 600-дей баклажка бар. 2 литр, 1,5, 1 литр, 0,5 барлығы аралас. Әйтеуір таптық, жан-жақтан іздеп, аралап. Айтпақшы, алдыңғы видеодағы коладан қалған 100 баклажка де бар бұның ішінде. Қазір енді өзі процесс басталады. Скотчпен жалғап қайық жасайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, біз Ақжол екеуміз өзіміздің міндеттерімізді бөлісіп алдық. Менің өзімнің міндетімді айтып кетейін. Менің міндетім ең бірінші бізге керек құрал баклажкаларды табу. Одан кейін оны бір-біріне жалғайтын скотч, жіп, қайығымыз суға батып кетіп, сондай жағдай болатын болса, екеумізге осындай жилетканы табу болды. Ал Ақжолдың міндеті қайықты қалай жасау керек, соның барлығының разработкасын өзі жасап, құрастырып, және де қайықтың батып кетпеуіне гарантия беру ғой. Так, ұзындығы неше қойын жатсың? Ұзындығы бір 3 метрде болады ғой. 3 метрде. Бірінші қойып қарайық бірінші. Ауыздарын өстіп қаттырақ жауа алмасаң, ішіне су кіріп кете ма деп қорқасың. Уайымдау. Бір бөлек бере бер маған. Қойып. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мына астынан кілең 2 литрлер жіберіп отырсың ғой да? Бітті. Ана шетіне үрек. Анағындай ет басып. Біздің келгенімізге примерно бір 20 минуттай болды. Мына Ақтаудың ыстылығы деген бастан өтіп баратыр, жанып тұр. Достар, қысқаша түсіндіріп кетейін. Ақжолдың идеясы бойынша мына жақта ұзынымен баклажкаларды қойып отырық. 15 қатар былайынан енімен баклажкаларды қоямыз. Сосын ұзындығымен 8 қатар баклажканы былайынан ұзындығымен қоямыз. Бірінші астыңғы жағын дайындап алдық. Баклажкалар примерно осылай болып жатады. Бізге дәл осындайдың төртеуі керек. Примерно қазір неше? Метр жарым болып тұр ма? Бір 3,5 метрдей болады ұзындығы. Вроде екеуміз сиямыз деп ойлаймын енді ішіне. Главное, батып кетпесек болды. Біз ойлап едік, мына қайықты примерно полный жасап бітіруімізге 2 сағаттай уақыт кететін шығар деп. Мына қазір жасағанымыз осы. Біз деген мына жерге сағат 11-де келдік. Қазір сағат 2,5, 3,5 сағаттың ішінде жасағанымыз мынау. Әлі бұл деген жартысына да жетпейді. Сонда примерно кешке қарай бітіреміз Ақжол. Сондай уақыт алып тұр ғой. Достар, қазір сағат кешкі 7 болып жатыр уже. Біз мына қайық жасап жатқанымызға 8 сағат болды. Таңертеңгі 11-ден бері жасап жатыр. Қайығымыз полный жасалып біткен жоқ. Екеумізде жасап оны бітіретін күш қуат қалған жоқ. Шаршап екеуміз. Енді жалғасын ертең таңертеңге қалдырайын деп отырық бұйырса. Мынаның тек ертеңгі жұмыстары сыртын скотчпен қаттырақ қылып қатырып, айналасына баклажкаларын қойып, сонымен дайын болады. Ертең таңертең бұйырса жалғастырамыз деп отырық. Теңіз толқын болып кетпесе. Достар, біз бүгін теңізге қайта келдік. Бірақ бізде бір проблема болып тұр. Ол мынау. Теңіздің толқыны күшейіп кеткен. Мына жергілікті осы Ақтаудың теңіздің адамдарынан сұрап едік. Толқын примерно бір 3 күнде жалғасады екен. Енді осы толқынның басылғанын күтетін боламыз.
бұйырса эксперименттің жалғасын сол кезде жалғастырамыз. Бүгін біздің теңіз жағаға келіп жатқан 3-ші күніміз. Бұл соңғы күніміз деп ойлаймын. Өйткені бүгін теңіз идеальный, толқын жоқ, әдемі болып тұр. Сол 3 күннің ішінде мына қайықты біраз изменение жасап, әдемілеп, сыртын тюнинг жасап тастадық. Қазір оны қысқаша түсіндіріп кетейін. Бірінші біздің қайығымыздың түрі кішкене әдемі болып көріну үшін сыртына мынандай қара пакет кигізіп тастадық, орап. Так, екіншіден мына 5 литрлік баклажкалардың сыртын қызыл скотчпен орап, бір жағына сәндік үшін, қайық равновесие ұстау үшін біраз пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Сол үшін қойдық бұны. Және отыратын скамейкамыз, и одан кейін біздің әрине каналымыздың аты. Достар, бұның барлығы сіздерге әдемі контент жасау үшін ғана, сондықтан каналға подписаться етеміз. Қайғымыз дайын болып, енді теңізге барып кішігірім тест-драйв көреміз. Кеттік. Достар, ал кеттік ал біз. Давай, давай. Давай. Терең жаққа келдік, ал Нұрбек екеуміз. Ине бір қызық та, терең жақ. Жағаны қара. Нақтан Оспан. На, терең мына жер. Ар жаққа қарай барамыз азыл. Сработ. Көрдің қармағына түсіп қалмай. Давай, сен. Вообще су өтіп отқан жоқ қара мынау. Әдемі болып кәдімгідей. Одан вообще бату невозможно сияқты. Кішкене ары қарай бар екен, Нұрбек кетіп жүр. Давай. Раз, два, три, давай. Бір, екі, үш. Дәріске. Әдемі болды, әдемі. Дәріске, ағын кетіп қалмасын ажыл. Красавчик. Баклажкадан мынандай қайыр жасайды дегенге мен өзім сомнение ұстап едім, вообще красавчик. Достар, мына чувствоны вообще айтып жеткізу деген мүмкін емес. Өз қолыңмен мынандай баклажка жасап, сол қайықпен теңізге шығып келген деген чувство орындалды ғой. Ерекше. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып, обязательно комментария қалдырамыздар, қалай шықты. Жаңа өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен өзім вообще сенген жоқпын, баклажкадан жасайық, сондай идея деді ажыл. Мен кішкене сомнениемен қарадым, бірақ бір жерінен де су өткізген жоқ. Әдемі. Тамыр күрген өтіп келеміз да. Кеттік!